Алла тағала сенің сұрамаған, әлі сұрамақшы болғаныңның бәрін Алла тағала беріп қояды деген. Сен құр салауат айта бер. Сұрамай қой, маған шай керек, тұз керек, машина керек, үй керек, қатын керек, бала керек. Сұрамай қой. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға салауат айта бер. Қалғанын Алла өзі беріп қояды дейді. Мада Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам көп салауат айтыңыздар. Өйткені Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға салауат айту бұл Пайғамбарымыздан қалған неге сахабаларымыздың ұстанып келетқан жолы. Көп салауат айтқан адам салауат айтуға арнайы дәрет керек жоқ. Салауат айтуға арнайы уақыт керек жоқ. Арнайы орын керек жоқ. Қалған уақытыңызда ішіңізден, тұрған жеріңізден тіліңіз жыбырлатып айта берсеңіз бола береді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан бір кісі сұрапты: "Я Расулалла, менің бір түнде тұрып бір кішкентай оқитын бір әдетім бар еді. Соның арасында сіздің атыңызға салауат айтып тұрсам бола ма?" десе, бір бұрышына бір салауат айтып қойсам бола ма десе, болады дейді. Бірақ көбірек қоссаң жақсырақ болады дейді. Жартысын айтып, жартысына өзімнің тілеуімді тілесем бола ма десе, болады, бірақ қоссаң жақсырақ болады дейді. Осылайша соңынан бар: "Я Расулалла, егер барлық дұғамның бәрін тек қана салауатпен өткізсем бола ма?" десе,